көкеңнің әңгімесін жылжырласаң да жеткіліксіз. Өте керемет адам ғой, көреген. Бәрін жақсы тәрбиелеп сені үлкен азамат етіп артына қалдырған. Өте керемет әңгімелер, адамның құлақ құрушы қанып. Қандай адамдар? Ол ондай кісілер өмірге бір-ақ рет келетін адамдар. Адамгершілігі зор кісі еді ғой. Амандық айналайын, папаң туралы керемет естеліктер жазған екесін. Ризамыз оқып, өте жақсы жазыпсың. Бәрі керемет. Риза болып жатырмыз. Ата көрген оқ жонат деп, өзіңде жаман емессің. Шүкір, сол балдарың өзіңді де сондай құрметтеп жүре берсін, айналайын. О, айналайын, амандық, мына әңгімең өте, айтқан әңгімесі өте керемет. Алдынан жарылқасын, өте жақсы адам. Біз ол кісіні өте қатты құрметтейтінбіз. Менің әкеме көп жақсылығы тиген адам ол кісінің. Өте сондай керемет жақсы адам еді. Жақсы, үйіміз қатар тұрды. Айналайын, алдынан жарылқасын. Барлық айтқаның дұрыс жаным. Айна кәтесіз. Қандай адамдар, жақсы адамның да дүниядан қайтқаны жақсы болады дейді ғой. Соған келіп тұр. Алдынан жарылқасын, қалған жасын балдарыңа берсін. Не деген керемет адам. Өте жақсы адам еді. Мамаң да, папаң да, әжеңдің де көзін көрдік. Амандық кластасым, керемет әңгіме айттың. Сенің қалай өскеніңді білеміз ғой біздер. Дұрыс айтасың, бәрі орында. Орында айтып жатқан әңгіменің бәрі. Қалай өсіп, қалай қойғаныңды, жалғыз өзіңді қандай қылғанын, патшадай қылғанын бәрін білеміз. Айтқан әңгімеңді ойға түйіп, көзімізден бір жас алып алып жатырмыз. Баяғы балалық кезімізді еске алып. Менің есімде бәрі менің әкеме жұмыс бабында бір не болғанда менің әкеме көмектескені, ауылдың ақсақалы, өте жұмысты жақсы істейтін адам деп. Өте біз бала болсам да сол мәңгі есімде қалған менің. Сол кісінің көмегінің арқасында менің әкем аман қалды. Өте керемет жақсылығы, адамға жасаған адамгершілігі, кәдімгідей қаталдығы да бар, кәдімгі ашық жарқын қалжыңдап жүретін де бар. Түсі сұсты кіші. Бір қарағаныңда кәдімгідей сескенесің. Бірақ ойымпаз, біздермен де ойнап күліп сөйтіп жүретін кісі еді марқұм. Бала болса осындай болсын. Бақытты бол жаным, өмірлі бол. Әкеңнің жасамаған жасын өзің жаса. Жұмағали ағаны суретінен көріп, өзім көз алдыма елестеткенмін. Бірақ та мына кітабын ашып неткенде қарасам, сол өзімнің елестеткен кісім сол Жұмағали аға болып шықты. Жатқан жері жайлы, иманды болсын деп сізге көп-көп рахмет айтқым келіп отыр. Осындай теңізді бір шолып өткендей болып оқып жатырмын. Балаларыма айтып жатырмын, үлкен қызыма бүгін. Теңізді шолып, теңіздің бір қайталанған өмірін көргендей бір сондай бір мүмкіншілік алып оқып отырмын. Өзім теңізді есімізге қайтадан түсіріп, балалық шағымызды есімізге қайтадан түсіріп, ана айдынға барып қалай шомылғанымызды, порттарға келіп кемелердің тоқтап жатқанын, соның бәрін еске түсіріп, бір балалық шақты бір көзбенен шолып өткендей әсерде болып отырмын. Сондықтан да жақсылық болсын, аманшылық болсын дегім келеді. Әке артында осындай іздеуі бар баланың болғанына Құдайға шүкір дейді. Шүкір деп отырмын. Иә, кім өйстіп, екінің бірінің қолынан келмейді. Өйстіп әкенің артын іздеп, әке туралы сырларын жазып, халыққа оқысын деп көрсетіп отырсыз. Иә, еңбегіңіз Алладан қайтсын. Ұрпағыңыз да ертең сізді осындай көкке көтерсін. Артқа ерген ұрпақтарыңыздың қуанышын, қызығын көріп аман есен, отбасыларыңыз аман болып, дендеріңіз сау болып отыра беріңіз. Мына амандық бар ғой, мың жасасын жаным ау, бәрін жазып жатыр, өмір тарихтың бәрін. Тыңдаған сайын тыңдағың келе береді. Жаным ау, амандық, айналайын. Айтқаныңның бәрі тұп-тура ауылда жүргендей болып жатырмын осы тұрғанда. Айналайын, талабың өрлей берсін. Мына өлеңің де керемет болды. Бар айтқаныңның бәрі дұрыс. Тұп-тура ауылдың ішінде жүргендей болып жатырмыз. Қаламың ұштала берсін жаным, бақытты бол. Керемет мынау естеліктер ғой, қандай керемет естеліктер. Біздің ауылдың енді топырағына дейін алтын ғой. Топырағына дейін адамның үстіне жұқпайды, ауасы қандай оның. Боран болса да, ыстық болса да, ауылдың ауасына ештеңе жетпейді. Ой, ауылға барып бір қайтса нағылсын. Ағаның, әкеміздің әр естелігін оқыған сайын ағаның өзін көргендей боламыз, айналайын. Оның әр естелігі де керемет адам еді ғой, айтарға сөз жоқ жаным. Бала болсаң да соның бәрін ұғып, соның бәрін ескеріп,
мына халыққа беріп отқаныңа мың алғыс саған. Мың жаса жаным, мың жаса.